Сәлем достар, менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на курс казахского языка. Если вы давно планировали изучить или подтянуть казахский язык, то подписываемся на мой канал. На моем канале можете найти разные видеоролики. Например, у меня есть плейлист «Казахский язык. Фразы для общения на каждый день». Есть плейлист «Казахский язык А1. Элементарный уровень». Это для начинающих. Также можете найти 800 самых важных казахских слов, 100 самых, топ самых фраз на казахском языке, топ-100 прилагательных, топ-100 глаголов, топ-100 существительных. Разные уроки, видеоролики можете найти. Если интересно, подписывайтесь и ставьте лайки, пишите комментарии. Бүгінгі біздің сабағымыз, жалпы курсымыз А2 базалық деңгей. То есть А2 базовый уровень, сегодня первый урок. И тема сегодняшнего урока – отбасы. Как переводится отбасы? Өте дұрыс, отбасы – это семья. А как будет моя семья? Менің отбасым. Өте жақсы. Достар, алдарыңызда словарный запас, сөздік қор оқимыз, және говорим все вслух. И запоминаем, потому что эти слова нам понадобятся на этом уроке и на следующем уроке. Қараңыздар, родители, ата-ана, родители, әке-шеше, они синонимы. Брат, преданный человек, переводится бауыр. А любящий своих родственников – бауырмал. Младший ребенок в семье переводится как кенже. Младший – кіші. А младший сын, хранящий очаг отчего дома – қара шаңырақ иесі. Это фразеологизм. Қара шаңырақ иесі. Старший сын, создавший свой семейный очаг – отау иесі. Отау иесі. Раньше, бұрын. Сказать как-то, деп айту. Назвать как-то, деп атау. Имя переводится как есім, ат. Лежать, глагол лежать, жату. Глагол лежит, лежат, жатыр. Старший брат. Старший брат – аға. Родить – туу. Национальность – ұлт. Пенсионер – зейнеткер. Супруг – жұбай. Месяц – ай. Специально – намеренно. Әдейілеп. Образование знания будет білім. А досконально, в совершенстве переводится жетік. Идем дальше. Уважаемый, уважаемая. Уважаемые, да, барлығы құрметті. Данные, мәлімет. Владение, меңгеру. Шутка, әзіл, қалжың, пошутил, ойнап айтқаны ғой. Поступить в вуз, оқуға түсу. Сидеть, отыру. Себя, өзімді. Не обижайся, өкпелеме, ренжіме. Биография будет өмір-баян. Солай, так, а такой, сондай. Рисунок, картинка, сурет. Полный, полностью, толық. Место рождения – туған жері. Год рождения – туған жыл. Стоять – жить, тұру. В течение многих лет – ұзақ жылдар бойы. Фотография – фотосурет. Выходить – выход, шығу. Искать будет іздеу.
спокойной ночи, жайлы жатып, жақсы тұр, немесе просто қайырлы түн. Өте жақсы. Это словарный запас для этого и на следующий урок тоже. А теперь мағыналас сөзге тиісті жалғауды жалғап, сөйлем жазыңыз немесе айтыңыз. Друзья, напишите, лучше говорите вслух предложения, заменяя слова синонимами и добавляя нужные окончания к ним. Вот здесь можете увидеть нужные слова. Іні, кенже ұл, есім, отау есі, бауыр, ата-ана. Менің бауырым бар. Первое предложение. Менің бауырым бар. Менің синоним. Бауыр сөзінің синонимі. Менің інім бар, я? Менің інім бар. Өте жақсы. Я сейчас сюда напишу, а вы говорите вслух. Менің інім бар. Нүкте. Сіздің әке-шешеңіз неше жаста? Сіздің әке-шешеңіз неше жаста? Сіздің ата-анаңыз неше жаста? Ата-ана пишется, через дефис, да? Менің атым Ақбота. Үшінші сөйлем. Менің атым Ақбота. Меня зовут Ақбота. Менің есімім. Есім. Добавляем окончание. Есімім. Тире. Ақбота. Өте жақсы. Оның ең кіші баласы мұнайшы. Мұнай – это нефть. А мұнайшы – нефтяник. Оның ең кіші баласы также переводится как кенже ұл. Оның кенжесі немесе кенже ұлы мұнайшы. Ол ағасын, қарындасын жақсы көреді. Ол ағасын, қарындасын жақсы көреді. Ағасы, қарындасы, ол бауыр, бауырын жақсы көреді. Жақсы көру, любить. Жақсы көреді, любит. Жақсы көреді. Нүкте. Темірлан Асқардың үлкен ұлы. Үлкен ұлы отау иесі, Темірлан Асқардың үлкен ұлы. Темірлан отау иесі. Өте жақсы, достар. Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Келесі тапсырма. Ответьте на вопросы. Смотрите на картину. Суретке қараңыздар. Азамат, Мадина. Ал екеуінің балалары Асхат, Перизат, Мақсат және Ләззат. Бірінші сұрақ. Бұл отбасында неше адам бар? Бұл отбасында неше адам бар? Вот члены семьи. Можете посчитать. Бұл отбасында 6 адам бар. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Следующий вопрос. Екінші сұрақ. Второй вопрос. Азаматтың әйелінің есімі кім? Азаматтың әйелінің есімі кім? Азаматтың әйелінің есімі Мадина. Өте жақсы. Үшінші. Отау иесі кім? Отау иесі – это первый ребенок, да? Старший ребенок. Асхат. Қара шаңырақ иесі кім? Қара шаңырақ иесі
Мақсат. Өте жақсы. Кенжесі кім? А кто младший ребенок в семье? Кенжесі кім? Үйдің кенжесі Мақсат. Өте жақсы. Енді достар, бүгінгі сабақтың грамматикасы. Грамматикасы тәуелдік жалғауы, то есть притяжательное окончание. Қараңыздар, мой, моя, мое, мои, все будет менің, я, менің, твой, сенің, ваш, сіздің, его, ее будет оның, наш, біздің, ваши, сендердің, вежливая форма, сіздердің, их будет олардың. Әрі қарай. Енді здесь основа слова, к ним добавляем окончание. Нің, нің, дың, дың, тың, тың. То есть это окончание родительного падежа. После гласных добавляем нің. Мысалы, оқытушы, здесь гласная буква, поэтому добавляем нің, я, оқытушы, нің. М, н, ың дыбыстарынан кейінде нің қосымшасы жалғанады. Хлеб, я, нан, нанның. Например, вкус хлеба, нанның дәмі. Отдел, бөлім, работники отдела, бөлімнің жұмыскерлері. Дың, дың қосымшасы после буквы з, ж добавляем дың, біздің, я, наш, біздің. Тілдің, жұмыскердің. Жұмыстың, олегтің. Если слова имеют окончание нің, нің, дың, дың, тың, тың, то к этим словам ставятся вопросы кімнің, то есть кого, ненің, чего, чей, чья, чье, я, кімнің, және ненің. А теперь давайте практикум. Тренажерка. Менің. Менің, мой, моя, мое, мои. Менің. Қала – это город. Как будет мой город? Мой город будет менің қалам, я? Ал сенің, твой город, будет сенің қалаң. Сіздің қалаңыз, оның, его, ее город будет оның қаласы. Твердый слог. Вот здесь ла, қала, твердый слог. А после мягкого слога, вот, например, көше, я? Көше – это улица. Моя улица будет менің көшем. Сенің также будет көшең. Сіздің как будет? Өте жақсы, көшеңіз, ал оның көшесі. После согласного твердый слог, например, ктап, я? Слово ктап, п будет. А когда мы добавляем ктап сөзіне окончание, притяжательное окончание, п, б-ға айналады. Моя книга будет менің кітабым. Менің кітабым. Сенің кітабың. Оның кітабы. Ой, сіздің кітабыңыз. Ал его книга или ее книга будет оның кітабы. Вот посмотрите, последний слог, здесь буква А, твердый, да? Поэтому мы добавляем твердое окончание. Мягкий слог, например, даптер. Е, здесь мягкая гласная буква. Поэтому добавляем мягкое окончание. Даптер, даптер, даптерім. Моя, менің даптерім. Даптер, сенің
дәптерің будет, я? Өте жақсы. Сіздің дәптеріңіз. Ал оның, его, ее, тетрадь, оның дәптері болады. Өте жақсы. Келесі множественное число. Көпше түрі, я? Біздің, сендердің, сіздердің, олардың. Бала. Слово бала. Например, мой ребенок будет менің балам, я? А наш ребенок будет біздің баламыз. Біздің баламыз. А наши дети біздің балаларымыз. Тура солай, қараңыздар. Сендердің. Ваш ребенок, ваши дети. Сендердің балаларың. Сендердің балаларың. Сіздердің балаларыңыз. А олардың баласы, например, олардың, их дети, их ребенок, я? Олардың баласы, балалары. Көрші сөзіне. Көрші – это сосед. Көрші. Немесе осы жерге іні деп айтуымызға болады, я? Іні, біздің ініміз. Біздің көршіміз. Наш сосед, наши соседи. Көршілеріміз. Көршілер, сендердің. То есть, ваш сосед, ваши соседи будет сендердің көршілерің. Сіздердің көршілеріңіз. Ал олардың көршісі, көршілер. Өте жақсы. Тағы да кітап сөзі. Кітап. Біздің кітап. Біздің кітабымыз. Я? Твердый слог, поэтому мы добавляем ымыз. Кітабымыз. Біздің кітаптарымыз. Сендердің кітаптарың. Сендердің кітабың. Кітабың, кітаптарың. Сіздердің, ваш, ваши. Сіздердің кітабыңыз, немесе көпше түрде тар, множественное окончание добавляем к слову кітап, кітаптарыңыз. Олардың кітабы, я, первая форма. Кітабы, екіншісі, кітаптары. Вот, прям рядом напишу. Кітаптары. Олардың кітабы, олардың кітаптары. Дәптер. Біздің дәптеріміз. Дәптерлеріміз. Если дәптер бір тетрадь болса, онда дәптеріміз, я? Егер көп дәптер болса, онда дәптерлеріміз болады. Дәптерлеріміз. Вот так. Сендердің дәптерің. Сендердің дәптерлерің. Сіздердің дәптеріңіз. Сіздердің дәптерлеріңіз. Өте жақсы. Тура солай. Олардың дәптері. Олардың дәптерлері. Осымен грамматикамыз бітті, достар. Енді қараңыздар. Грамматика бойынша қазір практикум жұмысын жүргіземіз. Задание. Тәуелдік жалғауының көпше түріндегі 10 сөз немесе сөз тіркесін табыңыздар. Друзья, найдите 10 слов или словосочетаний, употребленных в притяжательной форме множественного числа.
Угу. 10 слов или словосочетание. Менің отбасым көпше түрі емес, я? Единственное число. Алматы қаласында. Бұл да емес. Сіздің әкеңіз емес. Сіздердің әкелеріңіз. То есть первое словосочетание это сіздердің әкелеріңіз. Көпше түрінде, я? Множественное число. Келесі жел соғады. Нет. Сендердің есімдерің. Это множественное. Сендердің есімдерің. Сенің атың. Твое имя. Нет. Дүйсенбіде барамын. Нет. Олардың үйлері. Да, олардың үйлері. Біздің пәтеріміз. Иә, төртінші сөз тіркесі болды. Тауға шығасың. Жоқ. Сен, иә? Единственное число. Сен тауға шығасың. Біздің ата-анамыз. Біздің наши родители. Көпше түрі. Демек, иә. 12-ге иә. Қазақ тілі. Жоқ. Емханада жұмыс істеймін. То есть, мен емханада жұмыс істеймін, иә? Нет. Телефондарың. Сендердің телефондарың. Да, это у нас 6-е. Оның ұлы. Оның ұлы его сын или ее сын. Нет. Суретің. Сенің суретің, я? Твой рисунок. Жоқ. 7-шісі бізде олардың бауыры. Олардың бауыры. Өте жақсы. Кімді атайды? Жоқ. Біздің сынып. Иә, біздің сынып. Это наш класс. Бұл бізде 8-ші. Оқуларың. Оқуларың. То есть, сендердің оқуларың. Я? Сендердің оқуларың. 9-шы бізде. Сен оқисың? Нет. Достарыңыз. Сіздердің достарыңыз. Ваши друзья. Это множественное число. 10-е это достарыңыз. Тату достар? Нет. Здесь просто достар, это, здесь лар, лер, дар, дер, көпше, көптік жалғауы, то есть множественное окончание.